Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өкпе тортын дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді, нәзік болып шығатын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен шоколадымыз бен сары майымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды, шекерімізді салып, миксерлеп аламыз. Көпіргенше, массамыз көтерілгенше. Міне массамыз миксерлеп алдық. Енді осының үстінен жаңағы ерітілген шоколадымызды құйып шығамыз. Кішкене миксерлеп аламыз. Массамыз араласқанша. Енді үстінен ұнымызды және де разрыхителімізді салып араластырып аламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді пергамент қағазға формамызды сызып аламыз. Бұл менде 22-лік форма. Мешогымызға тестамызды құйып, массамызды. Мешокпен жаққан өте ыңғайлы, шет-шеті дұрыс жағылады. Бір жері жұқа, бір жері қалың болмай, тегіс әрі әдемі жайылады. Бұл тестамен 4 корж шығады. Тура 2 килограмм торт шығады. Дәл осы массамен жасасаңыздар. Егерде 1 килограммдық торт қажет болса, тура осы массаны теңдей 2-ке бөлесіздер, сонда 1 килограммдық торт шығады. Енді қасықтың көмегімен шет-шеттерін туырлап, осылай біркелкі етіп жағып шығамыз. Міне, тестамыз дайын, уже пісті. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызда творожный сыр, маскарпоне және шекер бар. Осыларды біркелкі етіп, бір миксерлеп аламыз. Жан-жағындағылар дұрыс араласу үшін шет-шеттерін түсіріп, тағы бір миксерлеп алып, үстінен мұздатылған сливкимізді құямыз. Жай скорсты айналдырамыз, өйткені сливкиміз жан-жаққа шашырайды. Кішкене қоюланғаннан кейін барып, скорсымызды көтеретін боламыз.
Кремimiz дайын болып қалды. Енді кремimizni мешокқа құйып алып, осылай подложканың астына кішкене крем жағып жіберіңіздер, өйткені торт жылжып кетпеу үшін. Енді кремimizni жағып шығамыз. Егер де сіздерде осындай насадка болмаса, мешоктың көмегімен де жағуға болады. Осы қалыпта барлық кремдерімізді жағып шығамыз. Келесі коржымызды қоямыз. Кішкене басып жібереміз. Енді бетіндегі коржымызды қойып, холодильникке 1-8 сағатқа жіберіп аламыз. Бетіндегі ганаш дайындайтын боламыз. Ыдысымызда 100 грамм шоколад пен үстіне 80 грамм сливке құямыз. Су буына ертіп аламыз. Полный ергеннен кейін сразу отты өшіріп судан алатын боламыз. Бұл сұйықтық жарамайды торттың бетіне жағуға. Кішкене күтеміз қоюланғанын. Міне бізде массамыз еріді. Міне дәл осы қоюлықта ұстайсыздар. Осылай жағып шығамыз. Енді тортымызды сәндейтін боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады.